Бүгін біз Corel программасында 3 түрлі визитканы жасауды үйренеміз. Бірінші вариантта жаңағы суреті бар, екінші вариантта гүлдермен, үшінші вариант просто векторный вариантта. Кеттік. Бірінші Corel программасын ашып аламыз, одан кейін барып создать документы. Көбісі, мен бір қателікті айтып кетейін, көбісіңіз бет жазасыздар. Мынандай 4 бұрыш создавать етеді. И осы 4 бұрышты осы жерде екеуі, мысалы арты беті, алғы беті істейді. Негізінде ол дұрыс емес. Неге десеңіздер, өйткені мысалға мына жерде жазасыздар жазуды, екінші жағында сіздердің уже размерлері, орындары сәйкес келмей қалады. Біреуінде мысалы былай болып қалады. И мына үстіндегі размер мен үстіндегі размерінің екеуі бір-біріне келмей қалады, келіспей қалады. Сондықтан арты беті мен алғы беті екі түрлі орында орналасатын болады. Көбісінде сондай проблема болады. Кейін распечатка жасаған кезде біреуінің буквалары немесе жаңағыдай беттен прям сурет болатын болса, суреттің бетіне кесіліп кетіп жатады. Сондықтан бірінші мен сіздерге не предлагать ете аламын? Бірінші визитканың размерін біліп алу керек. Визиткада білесіздер, бізде 86-да 54 это размер визитки, который шет жақтары домалақ визитка болады, олар шеті жағы округленный. Сондай визитка болады. Солмен жұмыс жасаймыз бүгін. Ол үшін оның размері 86-да негізгі ровный, точный размер 86-да 54 деп нәтижеге жазып аламыз. Енді мынау біздің ровный визиткамыздың размері. Но мен өзімнің атымнан деген Жоқ, мен негізі өзімнің по опыту я могу вам сказать, что лучше брать чуть-чуть миллиметров на 2 больше размерді істеген дұрыс. Неге десеңіздер, өйткені резкада немесе вырубкада байқасаңыздар, ақ шеттер қалып кетпеу үшін визитканың размері 2 миллиметрге лучше үлкендеу болған жақсы. Ол үшін мысалға 86 емес 90 қылайық. 56 емес 58 қыламыз. И бұл размер точный, когда А4 форматта визитканы қойып орналастырып распечатка жасаған кезде, бұл ровный размер болады. Именно сиымдылығы, жаңа А4 форматқа сиымдылығы точный размермен түседі. Оны ортасынан жаңағыдай ашып, немесе не қылып қажеті жоқ. Именно осы размермен распечатка жасасаңыздар, сіздерде визиткаларыңыздың шеттері аман сау қалады, и әріптері кесіліп кетпейді. Сол үшін бізге макеттің өзінде 90-да 58 қыламыз. 90-да 58 қылып аламыз. Енді біз өзіміздің размеріміз, форматымызды істеп алдық. Кішкене үлкендеу, ол фонға арналған формат деп ойлай беріңіздер. Фонға арналған форматымыз 90-да 58. Енді біздің өзіміздің точный визитканың размері, олар білесіздер 86. 86-ға келтіріп аламыз. Мынау 4 бұрышпен жұмыс істемеу үшін біз өзімізге метка қойып аламыз. Линейканы шет жақтағы линейка направляющий дуада линейкадан тартамыз. Мына жерде тұрған линейкалардан тартып аламыз, 4 жағына қойып аламыз. Мысалға, маған уже мынау именно 4 бұрыш керек жоқ. Все, оны мен удалить ете салсам да болады. Қазір біз өзімізге керекті визиткаларды алып алайық. Так, бірінші қайсы тұр, содан бастай берейік. Мысалға, біз 3 түрлі визитка деп айттық. Бүгіндікке, слишком ауыр болып кетпей ме екен? Если көп болып кететін болса, мен ортадан бөліп тастай саламын. Потом распечатка жасауды да көрсетемін сіздерге. Бұл жердегі бірінші визитка бізде оңайлау екен, осыдан бастай берейік. Бұл жерде тек қана гүлдің фоны и сөз ғана келген. Мысалы, осындай гүлдерді қалай таңдаймыз, қай жерден іздеуге болады? Так, бұл жерді өшіріп тастайын. Бірінші бізде гүлдер тұрып, гүлдердің фонын қалай тауу керек, қай жақтан іздеу керек екенін сіздерге көрсетіп жіберейін.
гүлді, енді цветы дейміз ғой. Цветы, вектор дейсің. Вот. Вектор дегеніміз не? Ол сурет түрінде, сурет жүзінде тұрған жаңағы біздің гүлдеріміз, суреттер. Енді осы жерден таңдасаңыздар да болады. Вектор однотонный дейік. Мен поисковый негізі Яндекста көбінесе білмеймін, маған удобно Яндекс. Кім Гуглмен жұмыс істейді, сол Гуглда өздеріңіз өйстіп қарасаңдар. Просто Гуглда кейін последний осы уақыттарда, білмеймін, уже қанша жыл қалды, сол мысалы сурет басасын, үстінен тура сондай сурет тауып бермейтін болғандықтан, уже мен сол жақта уже отырмаймын. Көбінесе мен Яндекске келемін. Мысалы маған мынандай приблизительно осы сурет ашам, и осыған лайықты осы жерде суреттер көрсетіледі. Так, давайте. Если бір общий фон қылып алатын болсақ, осыны аласызақ та болады. А егер жоқ общий фон қылып алмайтын болсаңыздар, бір гүлді ғана таңдайсыздар. Давайте екі түрінде көрсетіп салайын, осы фонды мысалы копировать етіп алайық. Мына жерге қоямыз. Размерін білгеннен кейін мен уже сразу размерін жазып, ровный размер қылсам болады. Потом квадратик мына мысалға 2 рет квадратты басып, мынаны контейнерге салуға болады. Мына мысалы біздіңде уже квадратпен өзіме размерін келтіріп алдым, формасын келтіріп алдым. Енді осыны былай қарай оң жақ мышканы басып, ішіне саламыз, поместить в контейнер. Егер мысалға ровно түспесе суретіңіз кішкене жерлер ұнамай тұрса, изменить деген басасыз. Изменить деген басып, ішінен көруге болады. Мысалы, мынаны үлкейтуге болады, немесе кішірейтуге болады дегендей. Енді бағанағы размерімізбен тура тұрған дұрыс дейміз. Сонымен қаламыз, осымен готово дейміз. Шығамыз. Потом мына жерде қарасаңыздар, не қалыпты? Жаңағыдай абрисы қалыпты. Абрисын алып тастау үшін мына жердегі төбедегі нет дегенді бассаңыздар болады, немесе оң жақ мышкамен мына жердегі запрещенный знакты басамыз, төбедегі мына краскалар тұрған жерге қарай, палитра тұрған жерде. Алып тастадық. Енді мына жерде цвет, басқа цветтер болып тұр, более бежевый. Енді осы бежевый цветке келтіру керекпіз. Екінші квадрат ашамыз, екінші квадратқа бежевый цвет береміз. Екінші квадрат, мына. Екінші квадрат ашамыз, бежевый цвет береміз. Абрисын тоже алып тастаймыз. Енді бұл жерде прозрачностьті берсек, вычитание, тура фотошопта да осындай нәрсе бар. Вычитание жаңағыдай. Енді қалауыңызша осылай цветін келтіріп алсаңыз болады. Так, енді мына жерге домалақ логотип екен. Домалақ қойып ала саламыз. Цитрлды бассаңыздар, ровный домалақ болады. Енді мына жерге сөз келтірейік. Мысалға, буква қойылған екен. Буква қойса, А, Т, Б. Умайды. У. И мына жерге шрифт таңдаймыз. Осылай. Шрифтеміз. Салатовый қылсаңыздар да болады. Былай мынау цветтерден берсеңіздер де болады. Но мен ақ цвет бергім келіп отыр. Дальше осы жерге айналдыра, давайте умай.kz деп жазайық. Екі жолмен істеуге болады негізінде. Мен сізге қазір бір жолын ғана көрсетемін. Бұл жолы, получается, біз текстовой форматпен айналдыра жазсақ болады, кейін пересечениемен жасақ болады. Бұл жерде мен қазір текстовой форматпен айналдырып көрсетемін. Кішкене қылайық, 9 пиксель қылай береміз. Текст,
вдоль пути деген таңдаймыз. Байынан. Все. Енді өзінің размерін келтіріп алу керек. Әдемі. Это бұдан да кішірейіңкі бола берсін негізінде. Егер сөз жетпесе, тағы да сөз қосаңыздар да болады. Сөз жеткілікті болып жатса, онда осылай қалдырасыздар. Мына жерлерін кішкене ашып жіберейік. Мына жерге домалақ қойсаңыздар да болады. Мысалға, мына жерде глифы дегенге кіріп, мына жерде мындай домалақтар бар. Добавить. То же самое. Мына жақта домалақ. Мына жерге де. Мына жерге де домалақ. И мынаусына да бір домалақ қойсақ. Можно еще чуть-чуть уменьшить, чтобы красивее смотрелось. Давайте вот так оставим. И бірақ мына жерге, чтобы екеуінде де одинаковый болу үшін домалақтар қосамыз. Вот осылай. Так, ары қарай осыны дублировать ете саламыз, осы страницаны. Либо дублировать, либо копировать етесіздер. Но оңай дублировать ете салған, потому что барлық сол нелермен кете берсін. Копировать только слой десеңіз, тек қана размері ғана кетеді. Ал копировать слой и их содержаемое десеңіздер, ондай болатын болса, полный осы жерде не тұр, соның барлығы екінші страницаға дәлме-дәл копировка жасалынады. Енді бұл жерде біздегі мына логотипті алып қаламыз, группировка жасап, мына жерге кішірейтіп, мына жерге қойып алайық. Дальше мына жерде прямоугольник шығарып, прямоугольникпен тура узел-узелмен келістіреміз. Былайна. Мына узел и мына узел. Қара қылайық. Или даже серый қылсақ та. Артындағы логотипті сыртқа қарай шығарамыз. Ол үшін логотиптің өзін белгілеп аламыз. Шрифт и page up'ты басамыз, сол кезде төбеге қарай шығады. Ортасына, прям ортаға қойылған қажет жоқ, өйткені біз білеміз, что шет жақтары кесілген кезде кесіп кетеді. Сол үшін біз ол жағын кеспейміз. Енді жаңағы мына асты жақтарына өзіміздің данныйымыз жазсақ болады. Копировать олай, ставить етемін. Сөз шығарып алдым. Қайта жаза бергеннен гөрі сөз шығарып алсамыз осылай. Болмай кезіп дейміз. И дағыларыңызды жазып қойсаңыздар болады. Мына жерге телефон номер, атына адрес. Мен мына жерде жаңағы шрифтті қайтып таңдаймыз. Негізі мен визиткаларға көбінесе ат, телефон номер, тағы да еще какие-то данныйлар болатын болса, ол кезде оқылатын шрифт таңдаған дұрыс деп ойлаймын. Өйткені бұл именно сіздің адам оқу керек, тез оқылатын зат болғандықтан ол жерге жақсы оқитын әріптері көрініп тұратын шрифт таңдау керек. Енді жаңағыдай көбісі мына жерге Инстаграм жазады, телефон номердің значоктарын қойылады, ол жерге просто бүйтіп жазсақ болады. Мына жерге значки там телефона дейсіз, пока вектор дейік.
осының біреуін скопировать етіп, уже PNG форматта болғандықтан бонус тек қана сохранять ете аламыз, сохранить етіп аламыз. Қойдық. Размерін белгілейік. 5 миллиметр айта берейік пока. Мұны тұру. И осыны трассировка қылсақ, бұл пока не үшін трассировка қылатырмыз, өйткені бұл изображение ретінде тұр. Егер біз трассировка жасасақ, ол векторға айналады. Вектор болған кезде біз оған цвет бере аламыз. Мына жерде минуттар кетіп жатыр. 2 минут 0, мына дайын. Бізде мынау PNG, яғни JPEG форматта бұны біз ешқандай цвет беріп боя алмаймыз. Ал мынау вектор вариантқа айналдырған түріміз болған, біз цвет бере аламыз. Мынаны удалить ете саламыз. Мына жерге телефон қойып қойсаңыздар болады. Негізі, я предлагаю скачать один вариант, вот такой вот осындай значоктардың бір вариантын өздеріңізге сохранить етіп алуға предлагать етемін. И соны отдельно файл қылып сохранить етіп алыңыздар. Сол кезде сіздерге оңай болады осындай визитка немесе басқа нәрсе жасаған кезде, фамилия жаңағыдай деп жазған кезде, өйстіп значок іздеп отырмайтындай. Ол үшін мынау флипик деген сайт, флипик дейді. Флипик. Осы жерге значки деп жазамыз. Тіркелмесеңіздер, тіркеліп алсаңыздар болады. Өте жақсы бесплатный вектор беретін сайттардың бірі. Енді бағанағы скачать етіп алған жерімізді көреміз. Ол мұны. Извлечь все дейміз. Извлечь. Отдельно бір файл ашылайық. A4 болған. Қойып саламыз. И мынау apps дегенді просто аламыз да, Corelға осылай лақтырып жібере саламыз. Окей. Міне бізде ашылды. Значоктарымыз. Осыны прям значки деп сохранить етіп алсаңыздар болады. Сохранить. Группировкасын отменить ету керек, өйткені бұлар қазір бір группада болып тұрғандықтан. Ол үшін мына жерде отменить группировку деп басамыз. Қазір бізге на данный момент телефон керек и жаңағыдай адрес керек. Пока осы екеуін осылай басып, копировать етіп, өзіміздің визитка тұрған жерге алып келсек болады. Сонда сіздерде бір стильде значки бір жерде тұратын болады. Оны мысалы, мен қазір оны екеуін мияқа кетіп қалдым. Оны екеуін цветін ауыстырып алдым. Оны удалить етсек. Ну вот, в принципе, бірінші визитка с оборотом дайын болды. Екінші визиткамызды көшеміз. Оны удалить етсек. Екінші визиткада бізде орта жағы домалақ, шет жақтары, мына жағында шет жағы, алдыңғы беті ол домалақ, екінші беті половинасын қайталаған түрі екен. Енді осыны бірінші алдыңғы беттегі домалақты жасап алайық. Ол үшін опять квадратты басамыз екі рет, форма шығады бізге квадратный. Оған біз мынандай домалақ берсек болады. Домалақ беріп, ровно P әрпін басаңыздар, ровно центрге түсек. Ровно центрге түскеннен кейін. Енді біз произвольно пока жасақ. Так, осылай. Дальше основной цветі біркелкі цвет тұр, одан кейін екінші тағы да домалақ, ол зеленый градиентпен жасалған цвет тұр, и потом үшінші ақ тұр. Так,
Енді соны жасайық. Бірінші цветіне біз мысалға анау бірінші цветі дегеніміз, давайте қалың қатты цвет қылайық оны. Екінші зеленый градиентпен деген цветіміз таңдаймыз. Давайте сообщение мен өзіме орын жазғанға да орын болсын деп үлкейтейін. Екінші цветіміз бұл градиентпен. Бұл жерде от зеленого до светло зеленыйға өткізейік. Так. Осы цветпен қазір ориентироваться қарап, мынаны бірінші басамыз, өзінің цветін береміз. Мына қайтып квадратикның үстіне басып, мына жерге цветті палитра документаға кіреміз. Мына жерден именно светлый жағын таңдап алсақ болады. Давайте вот так останемся. И мынаны созамыз. Мынаны да созамыз. Мына жерге үшінші бір цвет қойсақ та болады негізінде, чтобы отличалось. Тоже осы цветтен шығайық. Палитра документаға қайтып кіреміз. Ну, прям осылай бола берсін. Қалыңдау боламыз. Енді мынаны шетіндегі абейсін алып тастау керекпіз. Копировать, вставить дейміз да, бұл жерге домалақ болады. Енді бұл біркелкі ақ цвет болады. Осылай. Мына екеуін былай созып алсақ болады. Группировка жасайық. Группировка жасап болғаннан кейін тек мына төбе жақтар керек емес болып тұр ғой бізге. Егер біз артыңғы жасыл фонды алып үстіндегі домалақтарды қосып бірге шрифт арқылы бассақ, значки пайда болады, значки. Значоктардың ішінен мысалы пересечениені таңдасақ, мынаны удалить етіп жібере саламыз, сонда бізде астыңғы бөлігі қалады, үстіңгісін удалить етіп тастай саламыз. Дальше ары қарай мына форма керек бізге, оны жаңағыдай домалақ жасап алайық бірінші. Екінші домалағымыз қасынан шығарамыз. Бірақ бұның уже кішкене несінің формасын өзгертеміз. Өзіміздің қалауымызша, прям оған қараудың да қажеті жоқ. Өзіміздің қалауымызша өзгертсек болады. Мысалы, мына екеуін кішкене былай қисайтып көріп аламыз, қайсысы дұрыс болғанын біз өзімізге лайықтап таңдасақ болады. Осылай, Енді мен мына үстіңгі нені кесу керек, астыңғы домалақты кесу керек. Екеуін басам қайтып бір шрифт арқылы тағы значки шығады. Передний, задний минусты басам, сол кезде менде осындай форма шығып тұр. Енді опять қайтып мынау квадратты басып, үстіңгі жаңағы мынау айымызды қайтып бассақ, қайтып сол значокта шығады. Пересечение деймін тағы да. Мына керек емес жағын удалить ете салам. Мына жері қалып кетіпті, бұл жағында через форму арқылы удалить етіп жіберсем болады. Дальше мына жағын жөндеп алсақ болады. Бүйтіп ұнағанша. Дальше мен негізі өзім қайтып цветті қайтадан істегім келіп тұрған жоқ, тек қана осы жаңағы артындағы істеп қойған фонның цветін қайталағым келіп тұр. Сол үшін осыны аламын да, артындағы домалақты басам, жасылды пересечение қылам. Пересечение қылған кезде менде екі домалақ пайда болады. Біреуі жаңағы мен сызған домалағым, екіншісі мына артындағы домалақ.
Енді осыны аламын да алдыға қарай жіберемін. Шәлініп. Енді бұны осылай цветін өзгертіп аламын. Так, осылай қоя тұрайық пока бұны. Екіншісін зеркалить етеміз, төбесіне қоямыз. Бұны былай да өзгертіп жіберсеңіз, былай өзгертіп кішкене. Мынаны да сөйтіп былай қарай қаратсаңыздар да болады негізінде. Группировка, опять пересечение. Пересечение жасап аламын мені кесетін жерлерін. Мынау пересечение арқылы кесіп аламыз. Енді неге бізде былай көрініп тұрған жоқ, бұл жерге тень добавлять етілген. Тень добавить етеміз. Тень заготовкасы арқылы добавлять етуге болады. Средний, небольшой лайрик пока. Мына жерге обычный емес, вычитание деген таңдайық. 20 деген слишком дәу болып тұр. 10-ды басып көрейік бірінші. 100 емес, 80. Даже одан да төмен 50 болып көрейік. 50 нормально. Все, бірінші бір тень шығарып аламыз. Екінші тень шығарғанға кейін ақты басамыз, ақты малақты объектке кіреміз. Осы жерде скопировать эффект деген тұрады. Теңді басамыз. Мына теңді қайталаймыз. Қайтып, мына екеуін әрқайсысын бөлек-бөлек істеген дұрыс, өйткені екеуін бірдей басып істейтін болсаңыздар, бір тень барлығына болып кетеді. Сондықтан мына қайтып мына объектіні басамыз, объектіге кіреміз, скопировать эффект, тень басамыз. Екіншісі тоже скопировать эффект, тень көрсетеміз. Сонымен бізде уже тень арқылы маған жаңағы не ұнамады, сондықтан мен удалить етіп қайтып істеп алдым мынаны. Сонымен бассаңыздар, ровно қойсаяды. Мынаны қайта өзінің орнына келтіріп алайық. Мына ақ, ол біздің жаңа теңіміздің орнын көрсетіп тұр. Сол үшін теңді бөлек қылып алайық. Разделение тень. Сөйтіп жаңа теңді ұстап, кесіп алсақ болады жолын. Прям осылай алып, өшірін кесіп салсақ болады. Төбедегі бізде теңіміз тұр. Оны кесіп алу керекпіз. Қайтып макетті, видті расширенный қылайық. Енді мына жердегі теңдерді шығып тұр екен, соны да көрсетіп тұр бізге. Опять видке кірсеңіздер болады, каркас арқылы көрсеңіз болады. Почему бұларды алып тастау керек? Өйткені при распечатке олар өйстіп көрініп тұрады. Чтобы көрініп тұрмау үшін былай, біз лучше кесіп тастаған дұрыс. Так, екінші формамыздың теңдерін алып тастаймыз. Осылай. Айтып, макетке видке кіреміз, расширение аламыз. Мына жердегі абрис қалып кеткен, абрисы нет деп жазуға болады, немесе жаңағыда мен айтқандай, мына жердегі палитраның үстінде запрещенный знак тұрады, соны оң жағын басамыз мышканы. Все. В принципе, меня устраивает, өйстіп қала берсек болады. Мынаны, может быть, астындағы фонын чуть-чуть қалыңдатуға болады. Фонға кіріп алайық. Программа палитра.
поле. Осындай бір цвет таңдайық. Сонымен бұл жерге өзіміздің логотипімізді қоямыз. Қайтадан логотипті қосайық пока. Осылай копировать етеміз. Ортаға алып келеміз. По центру. Прям узелді түскен кезде по центру деп көрсетіледі. Дальше. Серый. Мен ал домалақтың өзінде бір серый қылғым келіп тұр. Цифры баса берсеңіздер, мысалы мына группировкадағы тұрған барлық зат, егер мен бір боясам, барлығы бояп кетеді. Егер маған тек қана ақ домалақ артында тұрған домалағы ғана керек болатын болса, мен цифры басу арқылы именно сол домалаққа сол домалақты ұстауым мүмкін. Өйткені қараңыздар, мына жерге сіздерге көрсетіп өтейін. Объектіге кірейік. Мына жерде слойлар тұр. Мына жерде группа из 3 объектов деген нәрсе шықты. Соны естімен қараңыз, мен істеп бас тұрған кезде общий группы из 3 объектов басылып тұр. Егер мен цифрлар арқылы әрқайсысын басатын болсам, қазір мен ана элис дегенге келдім. Еще тағы басатын болсам, мына элиске бастым. Енді осының цветін өзгертсем болады. Дальше екінші бетке дублировать етіп аламыз. Екінші бетке дублировать етіп аламыз. Бұл жерде мына шетке қоя тұрайық. Именно мына бөлікті группировка жасап аламыз. Группировка жасаймыз да, барынша қай жерге керек, сол жерге дейін қойып қоямыз осылай. Алғанын кесіп саламыз. Тек бізге осы ғана бет алыну керек. Мына жерге жаңағыдай өзіміздің логотиптерімізді қоямыз. Мына жерге данныйларымызды келтіреміз. Тот же самый мен айтқандай мындай значоктарды өзімізде екінші файлда тұрады, сол значоктар арқылы копировать етіп, былай қарай мына жерге қоя берсеңіздер болады. Так, екінші визитка кетті деп айтайық. Үшінші визиткамыз қалды. Сақталды. Үшінші визиткамызға тоже жаңа страница жаңадан ашу керекпіз. Мынау жердегі точкасын басасыздар, плюсикті, сол кезде жаңа страница ашылады. Бұл жерде бізде сурет и мындай төртбұрыштар, стрелкалар. Опять также квадратикті басып аламыз. Изменение формаға кіреміз. Мына жерге изменение форма басқаннан кейін мына значокты басамыз. Преобразовать в кривые. И ары қарай қай жерге дейін бізде наоборот нәрсе. Қай жерге дейін бізде сурет тұру керек екенін көрсетеміз. Мысалға, мына жеріміз кішкене қисая беруге. Осылай екіге бөліп аламыз. Енді мына жерге городовик. Копировать изображение. Размерін келтіріп аламыз. 56. Дальше опять контейнерге кіргіземіз. Оң жағын басып тұрып, мынау тұрған формаға басамыз. Поместить в контейнер.
ұнаған жерін, ұнамаған жерін өзгертеміз. Қалай? Мына сызық тура сол көлемінде, рамканың көлемінде қарап отыру керекпіз. Қай жер бізге ұнайды, қай жері ұнамайды. Осы рамканың ішінде көлемінде болу керек. Ұнайтын суреттер де қай жерден тоқтау керек екенде. Осылай. Готово дейміз. Так. Былай. Ну так, пока. И тағы да квадратик жасаймыз. Бұл жерге цвет береміз уже. Мынаны да обрис алып тастасақ болады. Дальше мына жерге папертетіп былайынан аты жөндерімізді қоямыз. Төртбұрыш. Просто мына төртбұрыштерді қайталау үшін просто біз бүйтіп аламыз. Бірінші сызып аламыз размерін ровно қылып. Жаңағы енді өздеріңіз қалағанша цвет бере аласыздар. Мысалы мына жерге фиолетовый қойып, басқа цветте. Мысалы былайынан. Енді обристі алып тастаймыз. Мынаны алып кішкене қисайтамыз. Қисайтып, тағы былайынан қисайтамыз. Все. Енді осыны ұзарту керек. Ұзартып, керуенше қойып алайық. Мынаны кесіп алсақ болады. Керуеншерін. Дальше. Копировать етеміз и зазеркалить етеміз. Оны уже кішірейту керек болады осылай. Мына жағына да. Енді барынша қосып, барынша жаңағыдай өздеріңіздің қалауынша істейсіздер ғой, жаңағы керегінше. Дальше мысалы былайынан болуға болады. Наоборотынан. Мынау бізде получается кішкене прозрачность берейік. И бұны артына жібереміз, ең артына. Бірақ суреттің алдында тұру керек. Значит, шрифт придžidal дейміз. Суреттің алдына шықты. Так. Осылай болады. Керегін жерлерін бәрін удалить етіп алайық. Мына форма изменениями де істесеңіздер болады, былайынан. Енді тең берейік. Тең береміз. И все, осы тең арқылы сіздер кім алдында, кім артында тұрғанын көрсете аласыздар. Мынаны ең алдыға. Енді осыны дублировать етеміз опять. Дублировать, копировать содержимое. Окей. Только теперь оно должно быть в зеркальном виде. Осыны алып. Выделить аламызда зеркалить етеміз. Мына уже бізге керегі жоқ. Бұл жерде жаңағы біз логотипімізді клей. Копировать. Ставить етеміз. Орнына қоямыз. Мына жерге домалағымыздың цветін фиолетовый қылсақ. И бұл аты жөнін ақ қыламыз. Сохраняем. Енді печать жасауды бір көрсетіп жіберейін сіздерге. Енді печать жасауды көрсетіп жіберейін. Ол үшін печать батырмасын жасамыз. Одан кейін мына жерде өзіміздің принтерімізді таңдаймыз. Окей басамыз. Мысалға бірінші страница дейміз. Одан кейін мына жерге А4 формат қойылады. Окей, применить просмотр дейміз. Просмотрда біз көреміз. Мына ортаға кеттік. Енді макет деген, компоновка макета деген басамыз.
Одан кейін бізде макеттің орналастыру түрі шығады. Получается, бір көлденең и біреу тігінен кетеді. Бізге екеуі дейміз, мына жаққа қарай бесеу дейміз. Все, болды, бізде тек қана осылай болады. Орта жағын ашу керек, өйткені біз кесіп 10 мм дегеніміз 1 сантиметрге ашамыз. Сонда бірінші размерді, енді метка қоятын болсаңыздар, метка қойып алсаңыздар да болады өздеріңізге. Мысалға бірінші визитканың бірінші бетін шығарасыздар, одан кейін екінші бетін шығару үшін опять настройкаға кіреміз. Настройкаға кірген кезде уже вторая страница дейміз, басқа ештеңе өзгертпейміз, окей, и бізде екінші страницамыз шығады. Сонымен ары қарай печать кесіп алып бересіздер. Жұмыстарыңызға сәттілік. Сіздермен болған оңай. Келесі сабақтарға дейін.